Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбекқызы. Біздің аймағымыз бен Орал қаласында жыл басында бастау алған қару тапсыру акциясы әлі де жалғасуда. Жыл басынан бермен Орал қалалық ішкі істер басқармасына тапсырылуға тұрғындар тарапынан өз еріктерімен 721 газды және травматикалық қару әкелінген. Оларға облыстық бюджеттен бөлінген 43 миллион теңге сыйақының 32 миллионы қару иелеріне сыйақыға берілген. Қаруды қай уақытта тапсыруға болатынын, қандай қаруға қанша мөлшерде сыйақы табысталатынын толығырақ біздің тілшілеріміз барып білді. Бүгінгі күнде Орал қалалық ішкі істер басқармасының тапсырылған қаруларды қабылдау бөлімінен барлығы 639 бірлік газды және травматикалық 37 миллион ақша құрайтын тапанша ішкі істер департаментіне табысталғаны айқын. Ал үстіміздегі жылдан бері 721 дана газды және травматикалық қару түрлері тапсырылғаны белгілі болды. Қазақстан үкіметінің 29 қазан 2014 жылы қаулысына сәйкес қазіргі кезде азаматтардан дене жарақатын салатын қаруларды ақылы сатып алып жатыр үкімет. Қазіргі кезде 721 қару тапсырылды. Сол тұрғындарға 32 миллион теңге ақша төленді тапсырған азаматтарға. Сол себептен қазіргі кезде өз иесінде травматикалық тапаншалары бар тұрғындарға өтіп жатқан акция кезінде осы тапаншаларын тапсыруды сұраймыз. Облыстық бюджет қорынан тапсырылған қаруға сыйақы беруде қарастырылған. Мысалы, үстіміздегі жылы 32 миллионның үстінде қаржы осы сыйақыға табысталған. Сыйақы құны қарудың маркасы мен түрлеріне қарай тағайындалады. У меня было 4 единицы оружия, страймер, макар. Бүгін 4 тапаншамды тапсырып 200 мың теңгенің үстінде сыйақыға ие болып отырмын. Сыйақы арнайы құжаттар арқылы рәсімделіп кейіннен аударылады. Мұнша тапаншаны бұрын сатып алғаным қару жинайтын хоббиім болатын. Бірақ акция ұйымдастырып үкімет тапсыруды міндеттегесін тапсырып отырмын. Акция жыл аяғына дейін жалғасады. Құқық қорғаушылар қала тұрғындарына егер сандығында шаң басып жатқан қандай да бір суық қарулар болса сыйақыға тапсыруларын сұрайды. Жандос Хамза, Нұрлан Конашев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы. Құқық қорғаушылар кейінгі күндері шаһарымызда шайтан арбаның қолды болғанын айғақтайтын қылмыстар қатарының артқаны байқалғандығын мәлімдейді. Бұл туралы қаламызда былтырлары 73 қылмыс тіркелсе, биылғы жыл басынан бері велосипед ұрлығының саны 87-ге жеткен. Оның 15-і ашылып әшкерленген. Тәртіп сақшыларының сөзінше, шайтан арба ұрлығы көбінесе күндізгі мерзімде көшеден тіркелуде. Көлігін теуіп келіп, көшеде қараусыз қалдырған тұлғалар артынша велосипедден айырылып қалып, құқық қорғау орындарына шағымданады. Қазіргі кезде бір велосипедтің құны 20 мыңнан 70 мың аралығында тұратынын ескерсек, полиция қызметкерлері де қалалықтарға екі аяқты көліктеріне аса сақ болуды ескертеді. Велосипед оставлять без присмотра, например, Велосипед сатып алғанда оның құжаттары мен тепкішінің астында болатын велосипедтің тиесілі нөмірін естеріңізде сақтағандарыңыз дұрыс. Және құжаты болмаса қолдан алмауға да кеңес береміз. Себебі алған шайтан арбаларын ұрлығы болған болса, біз оны қайтарып алуға мәжбүрміз. Сонымен қатар көліктеріңізді көшеде, сауда үйлері мен дүкендердің алдында немесе сыртқы есігі кілттенетін болса да көп қабатты үйлердің дәліздерінде қалдырмаңыздар. Батыс Қазақстан облысында Орал-Тасқала жолын жаңғыртуға 23 миллиард теңге жұмсалады. Бұл жөнінде Қазавтожол акционерлік қоғамы ұлттық компаниясының Батыс Қазақстан облыстық филиалы мәлімдеді. Жоба елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырысымен Нұрлы жол бағдарламасы арқылы жүзеге асуда. Арнамыздың түсірілім тобы құрылыс нысанында болып, мердігерлермен тілдесіп қайтты. Орал-Тасқала жолы шекаралас Ресейдің оңтүстік аймақтарындағы Астрахан, Саратов, Волгоград облыстарына қатынайтын халықаралық маңызға ие бірден-бір жол. Бұрын ені 8 метрді құрайтын жолдың біліктілігі 3-ші санатқа жатса, алда біраз өзгерістер енгізілгелі отыр. Сондай-ақ осы күнге дейін біліктілік салмағы 6 тоннаны құрап келген болатын. Қайта жаңғырту жобасы бойынша біліктілік салмағы 13 тоннаға асады. Жол жамылғының ені 9 метрге асады, 2-ші санатқа өтеді. Сонымен қатар қозғалыс 2 жолақпен жүзеге асырылған жолда жаңғыртудан соң 10 жолақ пайда болады, дейді мердігерлер. Қазіргі кезде жолдың ескі қара жамылғысы толықтай қырылып алып тасталыну үстінде. Оның орнына 70 сантиметрді құрайтын жаңа жамылғы төселетін болады. Мердігерлер жұмысты толықтай 2018 жылы аяқтап тапсыруды жоспарлап отыр. Жалпы ұзындығы 104 шақырымдық жолдың 4 шақырымы қалалық бөлімнің құзырында. Қалған 100 шақырымды жөндеуге 23 миллиард теңге ұлттық қордан бөлінеді. Ал жол азабын
күтіп келген жүргізушілер бұл жаңалықты естіп бір марқайып қалды. Өте дұрыс болды мына жолды істеп жатқандарың. Молодцы. Соған қуанамыз. Сондай жолдар бола берсін біздің Қазақстанда. Солай жүре бер. Бұрын ужасын болды ғой жол. Жүре алмайтын адам. Қазір жақсы мына нұрлы жол Назарбаев не болып жатыр. Программасы болады нұрлы жол, солмен жүрсе жақсы бар. Елбасының тапсырмасына сай елімізде 4 ірі жоба жоспарланса, оның біреуі біздің облыстағы 1960 жылдары салынған осы Тасқала бағытындағы жолды жаңғырту болатын. Нұрлы жол бағдарламасымен жөндеу жұмысына 300-ден астам техника, 400-ден аса адам күші тартылмақ екен. Екінші шілде күні өткен елбасымыздың телекөпірде елбасымыз жолдың басталуына рұқсат берген. Осы қайта жаңарту жұмыстарын бастауға. Содан бері қазір көріп отқандай жұмыстар жалғасып келеді. Жалпы биыл жоспарланған 9 шақырым жолды салуға жоспарланып отыр. 2017 жылы бүкіл жолды 100 шақырымды бітіруге жоспарланып отыр. Әрине ол қаржыланға байланысты мемлекет жағынан 17 жылға дейін жоспарланып қойған. Жол құрылысы 2 участок бойынша атқарылады. Алғашқы кезең 2017 жылға дейін бітірілуі тиіс. Жұмыс 2 участокте қатар жүргізіледі. Ол 4-31 шақырым бірінші участкісі и 31-104 шақырым екінші участок. Қайта жаңғырту мерзімі бірінші участоктың 22 ай, норматив бойынша екінші участоктың 35 ай. Ата өтейік, ұлттық қордан биылғы жылы жұмысқа 1 миллиард 800 миллион теңге бөлініп отыр. Эльмира Рахмешева, Айболат Жақыпар, Александр Граврев, ТДК Қырғайқа телеарнасы. Әртүрлі полигоннан көз ашпаған Ақтөбе облысы Байғанин ауданында тағы бір мұнай қалдықтарын көметін полигон ашылмақ. Ал бұған жергілікті тұрғындар қарсылық білдіріп отыр. Олар мұнай қалдықтарының ауысуды білдіріп, аймақтағы ауаны ластағанын айтады. Тіпті тұрғындар соңғы кездері түсініксіз аурулар пайда бола бастады деп отыр. Өрісі малға толы Байғанин ауданында қазір жайылым мен шабындық жер тапшы. Мұнай қазып жерді қопарып жатқан инвесторлар қара алтын қалдықтарын көрінген жерге шашып кететін болған. Компания басшылары мұндай қалдықтарды полигонға жеткізетін жүргізушілердің салақтығы деп жалтарады. Енді ол аз болғандай Ноғайты ауылынан таяқ тастам жерден тағы бір жаңа полигон ашылмақ. Бұл полигонға бөлінген жердің өзі заңнан тыс бөлініп отыр. Өйткені бұл халықпен келісілмеген. Сондықтан да ол жалпы халықтың мақсаты бұл жерге полигон салдырмау. Салдырмаудағы мақсаты бұл жерде полигон салдырмау емес, елсізден салдырту. Халықтың көздегенде мақсаты сол. Бұл мәселеге қатысты 500-ге тарта адам қол қойып қоғамдық ұйымдардан араша сұрауда. Соған орай қаладағы барлық қоғамдық ұйым өкілдері бас қосып халықтық тыңдау өткізді. Ынталы топ мүшелері Байғанин ауданындағы экологиялық ахуалдан ушығып тұрғанын айтты. Тіпті өткен ғасырдағы ядролық сынақтың зардабын әлі күнге дейін тартып отырған халық арасындағы түсініксіз аурулар көбейген. Біздің ізімізден еріп атқан немерелеріміз мүгедек болып туады, келіндеріміз түсік тастайды. Сондықтан оған қарсымыз. Бұған дейін жақсы болды, міне 15 баланың анасымын мен. Өзім қан диабетімен ауырам. Кеше доктор келіп кеткенде осы ауылдың бір 90-ға жақын адам қан диабетімен ауыратын болды. Соның бәрі осы экологияның әсері емес пе? Экологтар зиянды қалдықтарды көрінген жерге шашып кететін компания өкілдеріне нақты шара қолдана алмай отыр. Өйткені мұнай компанияларының ісіне жауапты ауданда тек жалғыз инспектор ғана бар екен. Қалдықтарды жинап, өтейміз дедіңіз. Одан по-моему зиян өте көп болатын сияқты. Сол жөнінде ашық кетсеңіз, қанша зияны бар? Бар тұр зияны. Халықтың жаппай жаңа мұнай полигонын ашуға қарсылық танытуына да негіз бар. Облыс аумағындағы барлық мұнай өндіретін компаниялар қалдықтарын әкеліп төгетін полигондарға жерасты сулары жақын орналасқан екен. Ал жергілікті тұрғындар аудандағы өзен сулар былғана бастағанын айтып, дабыл қағуда. Әзірге айтарымыз осы. Амандықпен көріскенше.